аэронавигация, әуежайлар және байланыс саласындағы көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу және шығару қызметін алу үшін egov.kz порталының басты бетінде бизнеске қойындысына өтіп, лицензиялау және аккредиттеу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай рұқсат ететін құжаттар бетіне өтіңіз. Содан кейін қызметтердің ішінен бізге қажет қызметті таңдаңыз. Және онлайн сұрау қойындысын басыңыз. Содан кейін автоматты түрде электрондық лицензиялау порталы ашылады. Сізге осы порталда заңды тұлға ретінде тіркелген болу қажет. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы кіру батырмасын басып, өзіңізге ыңғайлы авторизация әдісін таңдаңыз. Біз egov.kz порталы арқылы заңды тұлғаның ІСК кілтін пайдалана отырып кіреміз. Кіргеннен кейін табиғи монополиялар бөліміне өтіп, бізге қажет қызметті таңдаңыз. Әрі қарай ұсынылған нұсқалардың ішінен керекті қызметтің кіші түрін таңдаңыз. Содан кейін қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде лицензиярды таңдап, барлық қажетті деректерді толтыруға кірісіңіз. Толтырып болған соң, одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі бетте сіз мәліметтердің санын толтыруыңыз керек. Толтырғаннан кейін одан әрі батырмасын басыңыз. Бұл бетте, егер сіз табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімге енгізу қызметін таңдаған болсаңыз, құжатты тіркеудің қажеті жоқ. Ал егер сіз табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімнен шығару қызметін таңдаған болсаңыз, сіз табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруды тоқтатуды куәландыратын шешім, анықтама, куәлік, не басқа да құжаттар бар болса, қосу батырмасын басып тіркей аласыз. Әрі қарай одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі қадам өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою. Өтінішке QR-код немесе ІСК көмегімен қол қойыңыз. Қол қойылғаннан кейін сіз берілген өтініштің мәртебесін жеке кабинетте өтініштер мен алынған қызметтердің тарихы бөлімінде бақылай аласыз. Бұл қызметті көрсету мерзімі егер мемлекеттік тіркелімге енгізілген кезде 30 минут, шығарылған кезде 2 жұмыс күні.